Абыз Групп Студио представляет. Құрметті көрермен, Есет Әлімжанның ең алғашқы альбомның тұсау концертіне қош келдіңіздер. Ендеше көрермен назарына алғаш рет ұсынғалы тұрған бейнебаянды назарларына ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Еңбек еткен
Ассалаумағалейкум, кеш жарық барша Ақтөбе халқының өнер сүйер ағайындары және менің достарым, ағайындарым баршаңызға бүгін қош келдіңіздер. Менің ең алғашқы альбомның тұсау кесерін дәл осы Ақтөбе халқымен, Ақтөбе жұртшылығымен, жалпы өзіме ең жақын шынайы жанашырлармен бірге бүгін тұсауын кескен жөн көрдім. Қолдап, ниет білдіріп, тілек қылып, шын жүректен келген барша бүгінгі көрерменіме шын тек қана басында ғана егін білет, үлкен алғыс. Кеттік ендеше келесі әнді сіздерге ұсынайын. Әлімжан Нұрлыбектің әні қалдалды кісі. Маған
бақытты ғұмыр саған тек тілем. Қасымда бол, бес күн жалғанда тек өзің. Сен қаласаң, жан жүрегімді жұмып алып берген. Сен менің ертеңімсің, сен менің көркемімсің. Сен айтшы маған еліммісің. Қалықтан бірге ұшайық, бақытты бірге ұшайық, кеудеме өзіңді құшайын. Сен менің ертеңімсің, сен менің көркемімсің. Сен айтшы маған еліммісің. Қалықтан бірге ұшайық, бақытты бірге ұшайық, кеудеме өзіңді құшайын. Рахмет. Жалпы енді бүгін менің алғашқы альбомның барлық әндерінің авторы Әлімжан-LIVE дейтін шымкенттік бауырым. Осы Әлімжан бүгін енді менің кешіме бүгінгі алғашқы қадамыма келе алмай қалды, бірақ үлкен сәлем жолдамасын, ниетін жолдап жатыр. Әлімжан-LIVE құрметті бір қошемет болсаңыздар. Енді келесі керемет ән жалпы барша қазақ даласының дархандығынан бастап, жалпы қазақ даласы өте киелі екені менің репертуарымда осындай бір патриоттық ән барына мен шын жүректен қуаныштымын. Әннің аты Дархандала, сөзі ақтөбелік бауырым Өркен Алтынбекұлының сөзі жазылған. Әні Әлімжан-LIVE, тамашалап көріңіздер, барыңыздар. Қошеметтеріңіз!
келіс таулы төбелі қарлы дала. Бәрі бақытты той татулық тұнған өтісінде. Ол құсы күнді тұтын жалға береді ұлы дала. Үлкен рахмет. Енді жалпы құрметті достар, құрметті жанашырлар, бүгін менің үйдегі аяулы ардақты жанашырымның, тілекшімнің туған күні. Ал менің бүгін туылған күнім. Сондықтан келесі ән арнайы менің өзімнің сұрауым бойынша жазылған әндердің бірі еді. Сөзі осы жергілікті ақын бауырларымыз Ораз Қимбаев бауырымыздың сөзіне жазылған. Айжан Нұрлыбектің әні «Анамның құрметіне ана» деген әнді қабылдаңыздар.
Осымен амандаса жеткен сол үйдегі шынайы шын кеңші аналарымыздың арқасы соғыстан бір қошемет болсын. Мен енді осы уақытқа дейін 4-5 әнім ғана интернет желісіне сайттарға шыққан екен. Қалған 10 шақты әнім әлі шықпай, бүгін сіздерге сармайды сақтап, бірінші өзімнің шын жаңаша тілекшілерім, тыңдармандарымның алдынан өтейінші деп, осы әндерді бірінші сіздердің алдыңыздан тұсауын кесейінші деп, үлкен өнер деген теңізге жағада қайықпен тұрмағай. Тағы да мәрте барша келген жандарға үлкен алғыс айтып келеді басымде. Келесі ән енді өзімнің ең сүйікті әндерімнің бірі, жақында ғана жарық көрген, бірақ әлі бүгін бірінші орындаймын сіздердің алдарыңызда. Ұнап жатса, қошемет деп отырыңыздар. Әлімжан Нұрлыбектің әні, Ораз Қиынбаевтың сөзі, ренжіме. Кеттік. Қошемет! Мен сені ұнатып қалдым, байқамай жылатып алдым. Sen soran rejim жүрсің бе, ол ішіңе келгізің бе. Сен маған ренжіме, айтасың енді не, үмітің әлі сөндірме. Сен маған ренжіме, қоштасқың келді ме, жүрегің соғылды ме. Ешқандай реніш жоқ деп қошемет деп отырыңыздар. Толмасың жаның жасқа, тапсаңшы амалын басқа. Өткізбей бекер уақытты, болмайық қайта бақытта. Сен маған ренжіме, айтасың енді не, үмітің әлі сөндірме. Сен маған ренжіме, қоштасқың келді ме, жүрегің соғылды ме. Ал қошемет кеттік. Кеттік, тағы да бір рет қошеметтеріңіз. Ақтөбе қайдасы!
соғасың қан жүрегім, соғасың әлі өмірің бар білем. Демала ғой байғұсым, демала ғой, бұл түлікте құмарым қарды мен. Мазалама, кеудемді ойнақ салып, қал жоқ менде көнетін қайраттанып. Қаншама рет суылдың қайнап барып, қаншама рет тіредің жайрап бар. Мен сені әлсіретіп алдым білем, болмашы нәрселерге қайдақ салып. Өртемей қалып едің от жалынан, көздеп атқан кімдердің оқтарынан. Қорқам сенен қан жүрегім, қалжырап ойып соққаныңнан. Түсінемін сенің қашып тұрғаныңды, соғып жүрек бұзбай соққан ырғағанды, сыңғырлаған сиқырлы үн естейін. Бұрап қой бұзып қалған сыңдарыңды. Қалай соғасың қан жүрегім, соғасың әлі өмірің бар білемін. Торға түскен торғайдай боп бұрасың, қаршығадай самғаған алғыр едің. Ғашықтық жайын қозғама, қозғауды мақұл көрмесең. Ол жайлы саған бос бала, білгенмен ақыл бермесең. Сүйеуге ешкім оқымас, оқытам десе шақырмас. Ғашықтар үшін жоқ ұстаз, бәріміз түгел шәкіртпіз. Арбаласа бақылменен, төзімменен, бір сәтте де дем алмайды сезім деген. Шырылдап жерге түскен шілдехана, келеді дүниені кезуменен. Жанымды тыншытпайды сезім деген. Япырау, қалай жүр төзіктенем, қаншама күндер өтті көзілмеген, білмеймін не іздейді сезіменен. Белгілі шегіде жоқ жоқтырағы, белгісіз қайда барып соқтырағы. Не сезім мені бір күні от қылады, не сезім мені бір күні жоқ қылады. Адамның сезімінен сезіктенме, сезімді сезіне біл төзіп көрме. Ақылменен парасат бұғынады, шынайы, шын сезімді кезгенде. Мың жұлдызы болса да, байқамайсың аспаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз тұрады, сол аспанды жарық қып, жарықта да түк көрмес ғашық болған жарықтық. Мың жұлдызы болса да байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады шаңырақтың аспаны. Кеш құтты болсын. Бақытты жандар көп болсын.
бірге бақытты болу тілегім айдағы сұлу менің сенеке көргім менің көңілімді гүлдеткен сені ғана сүйіп өткен жолында бақытты күндеріміз бір өткен айдағы сұлу менің сенеке көргім менің көңілімді гүлдеткен сені ғана сүйіп өткен жолында бақытты күндеріміз бір өткен бақытты болса рахмет. Менің тілегім сіздерге бақытты жандар көп болсын, бақыттылар көп болсын. Біздің заманымыз ең бір бақытты замандардың бірі болсын дегім келеді. Сіздерге үлкен алғыс. Енді келесі ән өзімнің өмірде, өнерде ұстазым бар, Орал Қосай Байсеңгір деген. Егер ағам бүгін келді ме екен? Бүгін келмей қалған шығар. Жалпы сол кісінің сөзіне жазылған «Сен мұңайма» деген досым керемет бір ән шыққан сияқты. Ән Арманыңнан Нұрлыбек орындап көрейік, тамашалаңыз.
сен мұңайма досым. Ұстазымның құрметіне бір қошемет айтыңыз. Рахмет. Енді қадірдің бір сөзін айтатын болсақ, бір құдірет біз өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғыдан. Туа сала таудай бақыт күтесің, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай шегенің жеке тәулік, жеке сағат, жеке күн, байқатта түсініп үлгермейсің кейбір сәттің нағыз бақыт екен дейді Қадыр ағай. Бүгін менің өмірімдегі ең қайтып айналып келмес бақытты сәтіме сіздер куә болдыңыздар. Үлкен алғыс. Келесі енді сәл көңілдерге отырыңыздар. Әлімжан-LIVE досымның арнайы маған жазып берген әндердің бірі. Тамашалап көріңіздер. Кейде күлеміз, бейне бір егіз, жандардай бірге кейде жүреміз. Дос дейді бізді өшпейтін ізгі, достық дегенге неге сенеміз? Қыз бенен жігіт жүргенмен күліп, болады әркез бәріңде үміт. Сен сырыңды тек ешкімге ашпа, бақытыңды тұман жолдан тоспа. Бейтаныстың айналғанша бағына, бір мүмкіндік сыйласаңшы досқа. Сырласып кейде көңілді күйде, шығарып салып өзіңді үйге. Тоқталып сезім, оқталып сөзім, дегім келеді өзгені сүйме. Толғимын тасып болғансың ғашық, қарашы қалқам көзіңді ашып. Сен сырыңды тек ешкімге ашпа, бақытыңды тұман жолдан тоспа. Бейтаныстың айналғанша бағына, бір мүмкіндік сыйласаңшы досқа. Сен сырыңды тек ешкімге ашпа, бақытыңды тұман жолдан тоспа. Бейтаныстың айналғанша бағына, бір мүмкіндік сыйласаңшы досқа. Бейтаныстың айналғанша бағына, бір мүмкіндік сыйласаңшы досқа. Рахмет. Ал кеткенше көңілдік болсын, ортаға шығып келуіңізге болады. Жақында шыққан ән қайта деп аталады. Ораз Қимбаев сөзін жазылған Әлімжан-LIVE әні. Listen
арама сенімсіз ұйқысыз түндерге күлкісіз күндерді өзіміз қайырдымыз тату кетеміз сонда да екеуміз бақытқа лайықтымыз мендегі жұмыс жаныма сендегі көңіл таба алма бір ізгінің боласың ба қасыңа саласың адамдар қайда нақтасы сезімдер майда тәттар бар болсыз майда ла 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 қайда өкпеге бақтың ба майда сүймеймін дегенің жайма ла 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 асыра саласың мағамдар қайда рақнасы сенсіздер майда тәттарма қолсыз майда ла 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 қайда өкпелеп таптың майда сүймеймін дегенің жайма ла 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 аққұба қошеметтеріңіз жалпы көңіл күйіңіз жақсы ғой енді мен ортамызда міне үлкендеріміз отыр сіздерді алтындай бастарыңызды иіп келген алтындай уақыттарыңыз қиып келген барша үлкендер қауымына алғыс айтқым келіп отыр рахмет мен енді ортаға сәл үзіліс болсын осы тахауи ахтанов драма театрының белгілі актері жалпы әмбебап музыкант өздеріңіз қазір атымен цитайы шығарсыздар әсет сейсенов бауырым шақырайық қошемет келіңіздер қошеметтеріңіз енді үлкендердің құрметіне бір жақсы бір әндерді шырқап берейік қабылдаңыздар Come
болып келесің кінәлі мені тұрғанда көз жанарың суыққанда ренжімедім дегенмен де көзің айтып тұр ғой бәрі ренжімеші ренжімеші маған қарап күлімдеші қабақ түйіп төмен қарап көңіліңді түсірші көремші жанарыңнан айтсам берсі жақындап көңілімді жұбатайын жақындашы жаныма достарым ішінде Қасым Ермек деген бауырым бар осы жерде. Қош айтарыңыз. Жалпы осы альбом тұсаукесерін дайындалып жүрген кезде Есетжан ертең үлкен кісілер де келеді. Сондықтан да сол кісілердің құрметіне бір жақсы репертуар дайындап қой дегенсің. Қасеке, көңіліңізден шықты ма? Есетжан бауырым. Қасым Ермек, қош айтарыңыз. Рахмет, осындай айналамызда жанашыр бауырларымыз көп болсын, тілекші бауырларымыз көп болсын. Мен сіздермен мақтанамын. Жалпы мына бүгінгі менің осы кештің әдемі өтуіне осы ұйымдастырып жүрген, қас-қасында жүрген барлық достарым бар. Марс, Мақсатұлы, Нұрболат өтуге болсын. Қайдар, Жеке, Айбек, Бархан, Мәкең отырды жерде. Баршаңызға үлкен рахмет, достар, жасай беріңіздер. Ал енді кеттік, көңілдірек болсын, шарықтап тұрып билеуге болады. Сіздер үшін жауап бер. Ораз Қиынбаевтың сөзіне жазылған Әлжан Нұрлыбектің әні. Кеттік. Ғашық болып қалғанда
Кешке құрметті қонақтарымның қатарында өзімнің ұстазым бар, мектеп кезінен бірге өнерге баулып, біз осы сахнаға жетелеп алып шыққан Жанғабыл Естері дейтін ұстазым бар. Сол кісі бүгін шақырайын, келе алмаймын есептеп еді негізі. Бірақ сол кісінің құрметті бір қошеметті қызым келіп отыр. Келесі әннің тағы да мәрте сіздердің құрметтеріңізге шырқап көрейік. Шалқарлық жазылған бауырлы сөзіне жазылған Әлімжан Нұрлыбектің әні дәл осы қыздарға кеттік. Sense
Академик Павлов өліп бара жатып, ассистенттеріне тұла бойындағы өзгерістерді айтып жатыпты дейді. Мен ондай академик те емеспін, жазушы да емеспін. Тіпті құрылысшы болып үй де салмадым. Бағбан болып артымнан бір ағашты қалдырмадым.
саған бермеген ғұмырымды соған бер дейтін балам да жоқ. Жалғыз ғана елең етіп есіме аларым сіз. Соңғы күнімді сізбен жолықтырған Құдайыма мыңда бір рахмет. Сені мені түсінетінді кәміл сенемін. Нәзи, адамдар табиғатынан адал, мейірімді. Адам өмірге бір нәрсе істеу үшін келеді. Мен сол қысқа өмірімде ізгілік үшін аз да болса үлес қостым. Оны маған кім деймін? Есіңде болсын. Жамандық жасаған адамнан гөрі жамандыққа жол берген адам қауіптірек. Сені құшақтамағаныма, ерніңнен сүймегеніме өкінемін. Бірақ соңғы сәтіме дейін есім жоғалғанша сені ғана ойлап өтемін. Аз күн кездесіп, сені азапқа салып кеткеніме өкінемін. Сені алдап қайтайын. Менің әрі кетсе, бірнеше сағат өмірім қалған шығар. Қош бол аяулым, мен сені сүйемін.
Әлімжан-LIVE әні өздеріңіздің бауырларыңыз Ақтөбелік Өркен Алтынбекұлының сөзі жазылған. Енді қадірлі достар, жалпы алғашқы альбомның атын Арманыңнан, досым, айырылма деп қойдық. Себебі дәл осы сөздер менің бүгінге дейін қанатым айналып келген сияқты. Қадір айтпақшы, арманыңды айтшы, мен сенің кім екеніңді айтамын дейді. Ешқашан армандарыңыздан айырылмаңыздар. Армандар орындалады. Кетті, Әлімжан-LIVE әні Өркен Алтынбекұлының сөзі сымба. Қошымен! Армандарыңыздан ешқашан айырылмаңыздар. Арманға бүгін арман сияқты. Келгендеріңізге үлкен алғыс айтамын. Бүгінгі шығармашылыққа бір қош көтеріп қойыңыздаршы. Бірәзге ансамбль. Шаңқы. Жалпы барлық бауырларға, достарға үлкен алғыс білдіреміз. Қошеметтеріңіз!
келесі кездескенше аманшылықта кездесейік. Өмір аман, шайыңыз ашық болсын.